Қайырлы күн достар, сіздерге үйдегі бар ингредиенттермен кек жасап көрсететін боламын. Өте дәмді шығады. Алдымен 3 жұмыртқамызды және сақырымызды венчиктің көмегімен болмаса миксермен араластырып алсаңыздар болады. Одан кейін жылы сүт, сахарный пудра, разрыхитель, ванилин қосасыздар. Барлығын араластырып аласыздар. Осы аралықта каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Барлығын қосып араластырып аласыздар. Үй жағдайында қонақтарға да жасауға болады. Дәмі өте ерекше дәмді болады. Қатып қалмайды, андай күйіп кетпейді. Сахарын көп қоссаңыздар может күйіп кетеді. Ұнды електен өткізіп арқылы бөліктерге бөліп не істейміз, миксерлейміз. Болмаса венчиктің көмегімен араластырамыз. Ұнымыз әртіп болып қалмау керек. Мен осылай 3 бөлікпен бөліп араластырып алдым. Әбден араластырып аламыз. Сосын соңынан сұйық май қосасыздар. Үйдегі бар заттарын жасай бересіздер. Артық ештеңе керек емес, артық шығын емес. Балаларға да жасап берсеңіздер болады. Сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Мен осы рецептпен 24 штук шықты. Осылай барлығын құйып аласыздар. Және осылай болып шығады. Табаларыңызды қыздырып қойыңыздар. 180 градуста 20-30 минутта, 20-25 минутта пісіп шығады. Қалай бассаңыздар да мыжылып, арасына бұндай қылып кетпейді. Қатты болып қалмайды. Өте жұмсақ болады.